кітаптың 141 бетіндегі мысалдарды қарайық әуелі. Бардак gözlükten daha ucuz. Стакан көзілдіріктен арзанырақ. Ucuz арзан. Бірақ daha ucuz десе арзанырақ деп айтады. Неден? Көзілдірік тен. Қазақшадағыдай. Gözlük, көзілдірік, kalem, қаламнан, daha pahalı. Pahalı, қымбат. Daha pahalı десе қымбатырақ. Сонда не істедік мына жерде? Екі заттың бағасын салыстырдық, қымбатырақ, арзанырақ деп айттық. Бірақ оны немен? Тағы, daha деген сөздің көмегімен жасадық. Daha ucuz, арзанырақ, daha pahalı, қымбатырақ. Оның алдындағы сөзге біз шығыс септіктің жалғауларын жалғадық. Дан, ден, тан, тен. Gece lambası, lampa, түнгі лампа. Сағаттан, saat, saat. Негізі сағаттан деп айтуымыз керек, егер ережеге қарайтын болсақ, бірақ бұл сөз ережеге бағынбайды. Өзінен кейін, өйткені жіңішке айтылады, өзінен кейін жіңішке дауысты дыбысы бар қосымшаларды қабылдайды. Saat тән, тағы да, daha, қымбат, олай болса, pahalı. Bulaşık makinesi, ыдыс жуатын машинка, неден? Тоңазытқыштан, buzdolabından арзанырақ, олай болса, daha ucuz деп айтамыз. Біз бұл мысалдарда екі заттың бағасын бір-бірімен салыстырдық. Біз бұндай салыстыруларды қазақша айтатын болсақ, салыстырмалы шырай деп айтамыз. Қандай да бір заттың, құбылыстың бойындағы бір қасиетті басқа бір заттағы, құбылыстағы қасиетпен салыстырған кезде. Қазақшада бізге бұл үшін шығыс септіктің жалғауы жеткілікті, ал түркшеде шығыс септіктің жалғауын жалғаймыз сөзге, және одан кейін daha қазақша тағы деген мағынаны білдіретін сөзді жалғаймыз. Жаңа біз оны мысалдарда көрдік. Мысалы, бұл китап, мына кітап, екінші кітаптан, диаж, китап болғандықтан, біз есімізде болса, бұны шығыс септікте, жатыс септікте, және басқа да тақырыптарда айтқан боламыз. Китаптан ұмытпаймыз, даханы алып келеміз, не болсын? Қалың. Қалың. Бұл кітап екінші кітаптан қалыңырақ, тағы қалың деп тұр. Ali'nin boyu, Ali'дің бойы, Veli'nin, мына жерде тіркестіреміз әуелі. Veli'nin бойы, изафет жасадық. Бойындан daha қыса, қысқалау. Ал егер бұның керісіншесін жазатын болсақ, Veli'nin boyu Ali'nin boyundan, тағы да boyundan daha uzun, олай болатын болса, ұзынырақ. Біз одан кейінгі мысалға қарайық, мысалдарға жаттығуға қарайық. Мына жерде Асуман, Мурат, Мерем және Танар деген үш кісінің ерекшеліктері көрсетіліп тұр. Қандай ерекшеліктері? Бойлары қанша сантиметр екені, кило салмақтары қанша килограмм екені, жастары нешеде екендері көрсетіліп тұр. Біз жерде осыларды бір-бірімен салыстырамыз. Асуман Мураттан daha қыса. Мурат Мураттан daha қыса. Мураттан қысқалау. Мурат Асумандан daha kilolu.
салмағы көп деу, олай болатын болса. Daha kilolu, kilo негізі килограмм, килолу дейтін болсақ, семіз, жуан, яғни салмағы көп, килосы бар деген мағынада ғой. Ал егер daha kilolu дейтін болса, онда семізірек, толығырақ, солай айтайық, одан да толығырақ, ауырлау немесе. Asuman Meryem'den daha yaşlı. Yaş бұл жас. Жас. Ал егер яшлы дейтін болсақ, жасы бар деген мағынада, бірақ енді үлкендеу, кәрілеу. Яшлы деген сөз, кәрі деген сөз өйткені. Кәрі, жасы үлкен. Жасы үлкен. Сонымен, яшлы жасы үлкен, kilolu, семіз, жуан немесе толық. Meryem Taner. Mына жерде апостроф қоямыз. Taner'den не болсын? Meryem Taner'den үлкен, daha büyük, үлкен. Taner Murat. Taner Murat'tan кішілеу, daha küçük. Murat Taner'den daha толықтау болсын, kilolu. Meryem Asuman'dan ne болсын? Жастау, daha genç, genç, жас. Yaşlı, kәрі, genç, жас. Taner Asuman'dan қысқа болсын, daha қысқалау, daha kısa. Asuman Taner'den не болсын? Мысалға, жүдеулеу, арықтау болсын, daha zayıf. Kilo dedik, kiloға kilolu dedik, kilolu, zayıf. Yaşlı dedik, genç, жас. Kәрі, жас, kilolu, толық, арық. Murat Meryem'den ne болсын? Daha uzunрақ. Meryem, olay болса, Murat'tan daha genç deyik. Жастау. Taner Meryem'den daha ne болсын? Мысалға, küçük. Біз бұл адамдардың бой, салмақ және жас ерекшеліктеріне қарай бір-бірлерімен салыстырдық. Салыстырған кезде дан, дән, тан, тән, шығыс септіктің жалғауларын жалғап, одан кейін daha деген сөзді әкеліп, тіркеп, одан кейін барып, олардың ерекшеліктерін көрсеттік. Қысқа дедік, жуан, арық, büyük, küçük, kilolu, zayıf, yaşlı, genç, uzun, kısa деген сипаттарын көрсетіп бердік.